Қарасаздық келіндерге мінездеме деген сауалыма ChatGPT қалай жауап берді? Қарасаздық келіндер таудың самалындай нәзік, қара жердей төзімді жандар. Олар таңмен таласа оянып, отбасының берекесін кіргізіп, шаңырақтың шырағын жағып жүрген аяулы аналар. Қарасаздың келіндері еңбекқорлығымен ерекшеленеді. Бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен тіршіліктің жүгін көтереді. Үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге ізет танытуды өмірлік ұстаным санайды. Олардың жүзінен қарапайымдылықты, сөзінен тәрбиені, ісінен ұқыптылықты көруге болады. Себебі қарасаздың келіндері тек бір әулеттің емес, тұтас ауылдың абыройын арқалап жүрген жандар. Қарасаздың таулары қандай асқақ болса, оның келіндерінің де жүрегі сондай кең. Қандай қиындық кездессе де мойымай, отбасының бақыты үшін аянбай еңбек етеді. Көркі ажарында емес, ақылында, байлығы дүниесінде емес, берекелі шаңырағында, деп жауап берді. Бұл айтылғандарға толығымен келісемін. Алланың қалауымен биыл қасиетті мекенге табан тіреп тұрмысқа шыққаныма 3 жыл. Бұл ауылда үлкеннің батасы береке, кішінің күлкісі қуаныш, қарапайым тіршіліктің өзінен бақыт тауып, адал еңбекті қадірлейтін жандардың ортасында өмір сүріп келемін. Мен қарасаздың келінімін. Таудың самалындай таза, бұлақ суындай мөлдір ниетпен осы шаңырақтың отын өшірмей берекесін арттыруға тырысамын. Бірақ кейде ұстамам ұстап тұратыны да бар. Адамдық болмыс қой. Үнемі күліп жүре алмаймын, ренжіп те ашуланып та аламын. Түскен әулетім текті жерден болғандықтан жас дейді ме, еркелігімді барынша көтереді. Енді солай екен деп асыра сілтеп те кете алмаймын. Өйткені келіннің бақыты барған жерінің қуанышына қуану, құрметіне бөлену, бір әулеттің жүрегінен орын табу деп білемін. Влог бастағалы 2 айға жуық уақытта жекеме біршама хабарламалар келді. Бірі қуанса, бірі өкінішке орай. Мені қарап, жылы сөз жазып, жанымды жадыратып қойғандарыңызға ерекше алғыс. Тіпті бір апай видеомен хабарласып, ыстық ықыласын білдіріп, тек алға жүруге ізгі тілегін айтқан еді. Мені қарасаздық келін деп танып, влогыма қызығушылығын білдіріп, ауылға деген сағынышын басып жүргендер де бар екен. Ауылымыз ғана емес, аудан көлемінде әсіресе тұзкөлдік түлектерден қолдау хаттар келуде. Менімен болған баршаңызға үлкен рахмет.